Қорылайтын адамдарда түнде ұйқы барысында тынысы тоқтап қалу жайлы естіп көрдіңіз бе? Бұны ұйқы апноясы дейді. Қалыпты жағдайда тыныс алу табиғи түрде реттеледі. Яғни тыныс алу жолдарындағы барлық бұлшықеттер босаңсиды, бірақ тыныс алу жолын жаппайды, ашық күйде сақталады. Осылайша ауаның еркін түрде өкпеге өтуіне жағдай жасайды. Ал ұйқы апноясы бұл тыныс алу жолдарындағы қандай да бір механикалық бөгеттің салдарынан тыныстың қысқа уақытқа тоқтап қалуы. Қандай лор патологиялар ұйқы апноясына алып келуі мүмкін? Бадымша бездерінің ұлғаюы, аденоидтардың ұлғаюы, мұрын пердесінің қисаюы, мұрындағы полиптер, ісіктер және аллергиялық риниттер. Ұйқы апноясының белгілері: қатты қорылдау, түнде ауа жетпей оянып кетуі, таңертеңгі бас ауруы, күндізгі ұйқышылдық, зейіннің төмендеуі. Егер жоғарыда аталған шағымдар сізді мазалайтын болса, онда міндетті түрде лор дәрігер кеңесіне жүгініңіз.